Сәлем достар, Жұлдыздың шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай әдемі слиди тоқып үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Слиди тоқу үшін бізге ең алдымен жіп қажет болады. Менде 100 граммда 300 метр акрил жіп, және крючогым менде 3-ші номер. Мен 37-38 размерге тоқимын. Егер сіз одан үлкен размерге тоқитын болсаңыз, үлкенде крючок алсаңыз болады. Кіші размерге тоқитын болсаңыз, жібіңізді шамалы жұқалау алсаңыз болады. Ең алдымен біз бірінші петлямызды жасап аламыз. Осылай ыңғайлы. Енді 4 ілмек аламыз. Бір, екі, үш, төрт. Енді мына бірінші петляға осыны біріктіреміз. Үш ілмек. Бір, екі, үш. Мына бізде бірінші столбик болып есептеледі. Енді 12 столбик тоқуымыз керек мына дөңгелектің біздің ортасына. Жіпті іліп аламыз крючокқа. Ортаға өткіземіз крючокты. Жіпті тартып шығарамыз. 2. Тағы да жіпті іліп алдық. Осылайша бізде 13 столбик болу керек. Он үш столбик тоқыдық. Енді мынау 3 воздушный петляның ең жоғарғысына біріктіреміз. Тағы 3 ілмек. 1, 2, 3. Әр қатарымыз осылай бізде 3 ілмектен басталатын болады. Бұны біз бір столбик ретінде есептейтін боламыз. Енді осы жерге тағы да бір столбик тоқимыз. Енді келесі столбикке 2 столбик тоқимыз. Осылайша әр столбикке 2 столбиктан тоқып шығамыз. Бізде 26 столбик шығуы керек. Екінші қатарды тоқып болдық. Бізде 26 столбик болды. Бірінші столбикпен біріктірдім. Енді тағы да 1, 2, 3. Жіпті іліп аламын. Келесі столбикке осылайша бір столбик, 2 столбик. Кезектесіп 1 столбик, 2 столбик солай тоқып шығамыз. Соңында бізде 39 столбик болу керек. Үшінші қатарды тоқып болдым. Менде 39 столбик болды.
Төртінші қатарымыз бір столбик. Мінекей. 3 столбик бір-біреуден төртіншісіне 2 столбик тоқыдым. Өйстіп әрбір төртінші столбикке, әрбір төртінші столбиктің басына 2 столбиктен тоқып шығамыз. Бір, төртіншісінде 2. Біреуін тоқимын, біреу, төртіншісіне 2 тоқимын. Төртінші қатарды тоқып болдым. Төртінші қатарда менде 48 столбик болды. Мен үшін осы көлем жеткілікті. Енді мен столбик қоспаймын. 1, 2, 3. Енді 5-ші қатар ешқандай столбик қоспай бір айналдырып тағы да тоқып шығамын. 5-ші қатарымызды тоқып болдық. Енді 6-ші қатарда 2, 3. 6-ші қатарда 17 столбик тоқимыз. 17 столбик тоқып болғаннан кейін 2 воздушная петля. Мына жерде міне жіпті іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. 4 столбик қалдырып кетеміз. 5-шісіне тоқимыз. 1, 2, 3, 4-деуін тастап кеттік. 5-шісіне тоқыдық. Осы 5-шісіне тағы да бір столбик тоқимыз. 2 воздушная петля. Тағы да осы 5-ші столбикке 2 столбик тоқимыз. Мінекей. Тағы да 2 воздушная петля. Жіпті іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. 4-деуін тастап кетіп, 5-шісіне тағы да осындай узор тоқимыз. Бір, 2, 3, 4-деуін тастап кеттік, 5-шісіне тоқтық. 1, 2. Бұл жерде де 1, 2, 3, 4. 5-шісіне тоқимыз. Міне, бізде мынау негізгі узор болып табылады. Әрі қарай соңына дейін столбиктер тоқимыз. Сосын тағы да мына жерге дейін тоқимыз. Келесі қатарға келдім. Келесі қатарда мынау узорға бір столбик жетпей қалдырып кетеміз. 1, 2 воздушная петля. Мына арканың ортасына тоқимыз. Екі воздушная петля. Енді мына
ортадағы 2 воздушный петляға 1 столбик тоқимыз. Әрі қарай осы узор, бізде негізгі узор. Бір столбикті тастап кетеміз, екінші столбикке тоқимыз. Әрі қарай соңына дейін бітіріп, тағы да ана жерге дейін тоқимыз. Келесі қатарымыз, тағы да бір столбик қалдырып кетеміз. 2 воздушная петля. Екі воздушная петля тағы. Енді мына ортадағы бір столбикке жанынан бір столбик тоқимыз. Үстінен бір столбик. Және екінші қапталынан тағы бір столбик тоқимыз. Әрі қарай негізгі узорымыз тоқимыз. Мына жерде бір столбик қалдырып кетеміз де, әрі қарай тоқып кетеміз. Келесі қатарымыз, бір столбик тоқымаймыз. Мына жерге, осы жерге бір столбик. 3 столбиктің әрқайсысына бір-бірден тоқимыз. Столбик, 2 воздушный петля. Негізгі узорымыз. Мына жерде бір столбик қалдырып кетіп, әрі қарай тоқып аяқтаймыз. Мінекей, бізде мынау негізгі узор. Мына екі шетінен бір-бір столбиктен кемітіп отырып, ортадан екі жағынан былайынан бір-бір столбиктен қосып, тоқып жалғастырамыз. Ортада бізде 11 столбик болу керек. 12 қатар тоқып болдық. Менде мына жерде ортасында 11 столбик болды. Екі жағынан бір-бір столбиктен кемітіп отырдым. Енді 13-ші қатар. Енді біз қайттан бір-бір столбиктен қоса бастаймыз. Екі қапталдан. 2 воздушная петля. Бірінші столбикті қалдырып кетеміз, екінші столбиктен бастап тоқимыз. Ромбиктің ең соңғы
столбигін тоқымаймыз. 2 воздушный петля. Негізгі узорымызды тоқимыз. Екі воздушная петля. Мына жерге тағы бір столбик тоқимыз. Әрі қарай столбиктер тоқимыз. Келесі қатар мына жерге тағы бір столбик тоқимыз. 2 воздушная петля. Бірінші столбикті қалдырып кетеміз, екінші столбикке. Тоқып, мына жерде де мына столбикті қалдырып кетеміз. Әрі қарай тоқимыз. Осылайша енді ромбиктен кемітіп, мынандай біреу қалғанша тоқимыз. Екі қапталынан бірі-бірден қосып отырамыз. Ромбиктен екі жағынан бір-бір столбиктен кемітіп отырамыз. 17 қатар тоқып болдым. Ромбиктің формасы толықтай шықты. Ортасына дейін кеміттік. Одан кейін қайттан қостық. Енді 18 қатар. Мына жерге біреуін тоқимыз. 2 воздушная петля. Мынаны қалдырып кетеміз. Бұл бізге уже қажет емес. Әрі қарай қатардың соңына дейін тоқимыз. Следидің алдыңғы бөлігі бізде дайын болды. Шыбымызды қиып енді 1, 2, 3 осы жерден бастап тоқимын. Сіздер мынадан бастап тоқсаңыздар да болады. Мен просто тобық жағын өте биік қылғым келіп тұрған жоқ. Енді өкше жағын тоқимыз. Жай ғана столбиктерді мынаған дейін тоқимыз. 7 қатар тоқимыз барлығы. 8 қатарға келдім. Менде барлығы 30 столбик болды.
8-ші қатарда ортаңғы 6 столбикті белгілеп аламыз. Осы жерден біз қазір өкшесін келтіретін боламыз. Бірінші белгімізге келдік. Маркерді алып тастаймыз. Осы белгілеген жерден бастап столбик без накида тоқимыз. Соңғы екеуі. Ортасындағы алтауына столбик без накида тоқыдық. Енді әрі қарай соңына дейін столбик с накидом тоқимыз. Келесі қатарға келдік. Жаңағы ортада біздің қысқартқан 6 столбик без накида. Соны екеуден біріктіреміз. Біріншісінен крючокты өткізіп жіпті тартамыз. Екіншісінен өткізіп жіпті тартып алып, 3 ілмекті біріктіреміз. Келесісіне біріншісі, екіншісі біріктіреміз. 1, 2 біріктіреміз. Енді әрі қарай столбик без накида тоқимыз. Соңғы 10-ші қатарымыз. Жаңағы біздің қысқартқан 3 столбик накида болды. Екеуден қосып, сол үшеуін біріктіреміз. Біріншісінен өткізіп жіпті тартып аламыз. Екіншісінен крючок өткізіп жіпті тартамыз. Үшіншісінен де өткізіп жіпті тартып алып, бірге қосып жібереміз. Неге? Әрі қарай столбик с накидымен қатарды бітіреміз. Бізде осындай болып шықты. Енді жіпті қиып, осылайынан қосып, біріктіріп тоқып жібереміз. Жіпті ортасына тығып жіберейік. Қарама-қарсы 2 петляны қосамыз. Осылайша соңына дейін тоқып шығамыз. Қосып болдым. Жіпті осылай ішіне қарай жасырамыз. Енді мына жиегін көмкереміз. Өзіңізге қалағанша ұнаған узормен жасасаңыз болады, бірақ мен қазір өзімнің қалай жасайтынымды көрсетемін.
столбиктердің, міне бізде столбик болса, соның қырынан жаңағы жіп өткізген столбикке 3 столбик тоқимыз. Біреуін тастап кетеміз. Ортадан тастап кетеміз. Үшіншісіне осылай бекітіп аламыз. Тағы столбик с накидом, воздушная петля. Оны қалдырып кетеміз. Осылайша тоқимыз. Мына жақта алдында, мына жерге тура осы узорды тоқимын. Мінекей біздің следыйымыз дайын болды. Сіздер тоқып көріңіздер. Өте оңай. Қонаққа киіп баруға да, сыйлыққа беруге де өте ерекше. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.